Мағжан Жұмабаев, 4 бөлім. Шолпанның күнәсі. Теңізден терең, таудан зор күнә қылып болса да, ол бала табуға міндетті. Ізгі тілек үшін істелген күнәні жасаған кешпес пе екен? Жоқ, Құданың рахметі мол, ол кешеді. Тәңір кешер-ау, бірақ адам кешер ме? Ұрлық қылда мал тап, ойнас қылда бала тап. Осы мақалды шығарған кісіге лағнет жаусын. Лағнет, жасағана өзің кеше көр, бір өзің. Шолпанның осы күнәлі ойлармен уланып, ыстық жасқа шомылып жатқаны Сәрсенбайға тигеннің 8-ші жылы еді. Май айы. Ауыл қыстаудың жанына жылжып қана қонған. Шаршы түс мезгілі. Кішкене жел бар. Маса жоқ есебінде. Көкте көгала торғын бұлттар маужырап қалғып, ерініп қана әлде қайда жылжып бара жатыр. Ауада торғын оралып жүрген сықылды. Желіде еркелікпен тартылып, мойнының ауырғанына қарамай қиястанып асау құлындар тұр. Олардың жанында құйрығы мен арқасын анда-санда салмақпен сипап тұрған сақа биелер. Құлыным-ау, құр мойның ауырады. Қиястықтан пайда жоқ деп ақыл үйреткен сықылды. Құлынның алды-артына түсіп, «Бұ не болды саған? Не болды саған құлыным?» деп абыржып қулықтар жүр. Қулықтарының бұл мінезін ұнатпай, «Өй, елпеңдеген сорлы, сабыр қылсайшы, ешбір бәле жоқ» дегендей кәрі айғыр құлағын әлсін-әлсін жымитып қояды. Қой, әлі өрістен келген жоқ. Үйшіктегі қарны ашқан қошақайлар мә деп зарлап тұр. Сол уақытта ақ отауының алдында күнге жылынған мысықтай керіліп Шолпан отыр еді. Ол бір нәрсе тігіп отырған сықылды. Бірақ шынында ол тігіп отырған жоқ. 3 айдан бері аруақтай артынан қалмай жүрген күнәлі ойларын ойлап отыр еді. 1 ай болды. Шолпан күнәға белін берік байлаған. Ізгі тілек үшін ізгі күнә істеуге, бір бала үшін жан жары Сәрсенбайға қиянат қылуға ол ойын бекіткен. Сәрсенбай бүгін қонаға қалаға шығады. Әйтеуір істейтін болған соң ұзаққа созып умен құр улана беруде не қасиет? Жарайды, соза беруде қасиет жоқ, бірақ лайық кім бар? Болашақ балаға ата болуға лайық кім бар? Жылқышы адам құл? Дұрыс, күлмен жүрсе, сыр шетке паш болмас еді, жабулы қазан жабулы күйінше қалар еді. Бірақ адам құлдан қандай бала тумақ? Көңнен көң, құлдан құл тумақ емес пе? Болса, бала құл болмасын, ұл болсын. Бала болса мүт болсын, мүт болмаса жоқ болсын. Ынжық, жасы құл баланың болғаннан болмағаны игі. Жоқ, адам құлы адыра қалсын. Жә, енді кім бар? Ешкім жоқ. Махаббаттың ақ қанатын кірлетуге тұратын, әсіресе болашақ балаға ата болуға лайық ешкім жоқ. Шынымен ешкім жоқ па? Шойбай, жоқ. Жұмағали, жоқ. Әзімбай қалай болар? Текті атаның баласы, өзі жас, дені сау, сымбатты жігіт. Жасы 18-19-дан артық жоқ шығар. Ұзын бойлы. 2 жауырынына 2 кісі мінгендей. Ылғи күліп қана тұратын қой көзді. Жаңа шығып келе жатқан қара мұрты қара жібек сықылды. Ойбай-ау, сол Әзімбайдың өзі 3 жылдан бері Шолпанға жеңге деп күңкілдеп жүрген жоқ па еді? Әлі ысылмаған жас қой. Шолпанға сөз айтқанда сақа бозбалалардан естіген сөзді жаттап келіп қана айтушы еді. Жастың тілегі бір, жібектей түйіні бір. Ұршыққа оралған жіптей бас аяғы жоқ ойлардың дәл осы жеріне келгенде Шолпанның ерні күлгендей болды. Дәл сол мезгілде үй артынан Әзімбай шығып, «Жеңге, іске сәт» деп Шолпанның жанына жантая кетті. Ақын айтқандай, бетке шықпай қалама жүрек ізі. Әзімбайды көргенде Шолпан жүрегі аузына тығылып, бір қуарып, бір қызарып кетті. Шолпанға күнә қылып жатқанда, біреу үстінен шығып қалғандай, күнәлі ойларын Әзімбай біліп қойғандай көрінді. Ерте-кеш қолыңнан бір іс түспейді-ау, жеңге. Тігіп отырғаның не? Деп Әзімбай Шолпанның тізесінің үстіндегі көйлекті ұстаған болып, Шолпанның санын шым-шымқырап алды. Қойшы, сал жігіт,
бір түрлісің-ау. Жақсы ағаң бүгін қонаға қалаға шықпақшы еді. Соның бір көйлегінің жеңін ұштап отырмын. Сені де қалаға жүреді деп еді ғой. Жақсы ағам бүгін қалаға жүре ме? Жә, жеңге 3 жылдан бері айтып жүрген сөзім өмір бойы аяқсыз қала ма? Бір ел жүреуді, аяуды білмейтін тас екен. Тағы бастадың ба? Сал жігіт, мені әуре қылып не қыласың? Анау пісіп тұрған қыздарға сөз айтсайш. Мен сенен қыз сұрадым ба? Саны көп сапасы жоқ қыздары құрсын. Орамал тастайды ғой теңдесіне. Дегенді білмейсің бе? 20-ға жетпей алжысайшы. 8 жыл біреуге қатын болған сенің теңің мен бе? Осы сөзді айтып күліңкіреп, көзін ерке мысықтай сығырайтыңқырап сынап, Шолпан Әзімбайға қарады. Шолпанның мынау сөзінен, мынау көзқарасынан сасыңқырап, тығылыңқырап қалған Әзімбай, жоқ, жақсы көрген дегенім ғой. Тәңірі, неше жыл қатын болса да, бала таба алмаған әйел кәрі бола ма? Өзінің мынау сөзінен Әзімбай тіпті тығылып қалды. Бала деген сөзбен Шолпанның жүрек жарасына тиіп, оны өзінен алыстатып алғанын сезіп, Әзімбай үзілген сөзді енді жалғап алып кетуге шамасы келмей, сөз орнына қолымен Шолпанның сол жақ санын қысып-қысып қойды. Шолпан саннан Әзімбайдың қолын алды да көйлекке қарап біраз ойланып отырып, жақсы көргенің рас шығар ғой, бірақ жақсы ағаңның көзіне қалай шөп сал дейсің? Балалардың ұрлық қылайық, қылсақ қылайық, Құдайды қайтеміз дегенде Құдайды қайтеміз, және сен жассың, аузыңа да ие бола алмайсың ғой. Мына сөздерді айтқанда Шолпанның қара көздері тұңғиық түпсіз теңізге айнала бастады. Әзімбайдың көздерінде есалаң от ойнай бастады. Әзімбай күнә, Құдай деген жаққа аяқ баспай, бар түйін соның сөзінде тұрғандай-ақ асығып сасып өзін бекітуге кірісті. Сыр шашып мен бала ма? Жоқ, саған қаспын ба? Әй жеңге-ай, менің жақсы көргенімді білмейсің ғой. Жә, 3 жыл бойы сүйрегеніңде жетер, бүгін түнде келейін бе? Келем. Әзімбайдың қолы жеңі ұшталып жатқан Сәрсенбайдың көйлегінің ғана үстінде емес, Шолпанның өз көйлегінің үстіне барып қалып еді. Жарайды, бірақ жарайды. Бір сүйгізші, сабыр қылсайшы, әне біреу келеді. Сал жігіт, үйге кіріп аз ауыз дей. Жібек майдың сұлу түні. Көкте бір бұлт жоқ. Қара көк барқыт кең көкте ойменен мұңменен салмақпен ақ алтын ай жүзіп барады. Не іздейді екен ол? Жарынан айырылған әйел ме екен? Баласынан айырылған ана ме екен? Қыстаудың сыртындағы сулы шіліктегі көлбақалар шулап жатыр. Бақ, не дейді екен олар? Жан керек, жар керек, бала керек дей ме екен? Көл бойынан дамылсыз құдірет-ау деген дауыс естіледі. Өмір бойы құдіретті аузынан тастамайтын қандай ауыр күнә істеді екен ол құс? Төсек ағаш үстінде Шолпан жатыр. Жатар алдында иісті сабынмен жуынған, сандықтан жаңа көйлек алып киген. Ол кім үшін жуынған, кім үшін киінген? Кімді күтеді ол? Әзімбайды күтеді. 8 жыл бал алысып тұрған, еш шәй деспеген жан сәрі Сәрсенбайдың көзіне шөп салу үшін Әзімбайды күтеді. Не үшін? Бала үшін. Жасаған-ау, өзің кеше көр, аяқ даусы. Есікті ашып үйге кірді. Әзімбай тура төсек ағашқа келе жатыр. Шолпанда үн жоқ. Мойнына құрық түскен құландай денесі дір-дір етеді. Жүрегі дәл аузында тұр. Бір үн шығарсақ, жүрегі аузынан атып шығатындай. Денесінің бір жері мұз. Түлкі алған жас тазды екі иінінен демін алып жалма-жан шешініп, Әзімбай көрпеге кіріп келе жатыр.